Сәлеметсіздер ме, құрметті қызлар алқасы. Менің аты Жоным Подрезова Милана. Мен Ақмола облысы білім басқармасының Жарқайын ауданы бойынша білім бөлімі, Державин қаласының Надежда Крупская атындағы жалпы білім беретін мектебінің 9-шы сынып оқушысымын. Жыл сайын миллиондаған тонна қағаз қоқыс полигондарына тасталып, планетамызды ластайды. Қағаз өндірісі орнасан зор мөлшерде су, энергия және ағаш ресурстарын қажет етеді. Бұл ормандардың келісіне және көмірқышқыл газының ізіне әкеледі. Менің репап жобам қағазды қайта пайдалану және қоршаған ортаға зиянды азайту арқылы экологиялық шешім ұсынады. Неліктен қағазды қайта өңдейтін аппарат мектептерде орнатылу керек? Бірінші, бұл экологиялық сана мен балаларды тәрбиелеу. Балалар экология туралы тек сабақта ғана естіп қоймай, бұл өндіріске тікелей қатыса алады. Олар планетамыздың ресурстарына ұқыпты қарауды үйренеді. Келесі, бұл қағаз қалдықтарының мөлшерін азайту. Мектептер күн сайын көп мөлшерде қағаз пайдаланады. Бұл дәптерлер, басып шығарылған материалдар, бақылау жұмыстары, мысалы БЖБ мен ТЖБ. Осы қағазды қайта өңдеу арқылы қоқыс көлемін айтарлықтай азайтып, ұзақ жылдар бойы ындырмайтын қалдықтардың қоқыс полигондарына түсуін болдырмауға болады. Келесі, бұл экономиялық тиімділік. Қағазды қайта өңдейтін аппаратты орнату мектептерге қаражат үнемдеуге көмектеседі. Қайта өңделген қағазды қайта пайдалану арқылы жаңа қағаз сатып алуға кететін шығындарды азайтуға болады. Ал қайта өңдеу процесінің өзі көп шығынды қажет етпейді және ұзақ мерзімді перспективада экономиялық тұрғыдан тиімді болуы мүмкін. Келесі, бұл оқушылардың жаңа дағдыларды игеру. Мұндай аппаратпен жұмыс істеу барысында оқушылар техникалық және инженерлік дағдыларды дамыта алады. Және келесі, бұл басқа мектептерге үлгі болу. Өз мектебімізде қалдықтарды қайта өңдеу белсенді түрде жүргізіліп жатқанын көрген балалар мен олардың ата-аналары табиғатты сақтауға саналы түрде қарай бастайды. Және бұл тәжірибені үйлерінде де қолдануы мүмкін. Репап ақылды аппараттың негізгі жұмысы ескі қағазды өңдеп жаңа парақтарға айналдырады. Бірінші, қолданған ескі қағаз репап аппаратына салынады. Бұл бөлім қағазды қабылдайтын қабылдау бөлімі ретінде қызмет атқарады. Онда қағаз алдымен ұсақталады. Екінші, аппараттың ішінде қағаз су арқылы жұмыстырылады. Су қағазды жұмсақ массасы айналдыруға көмектеседі. Содан кейін ол миксер арқылы өтіп, қағаз массасы қағаз бен судың қоспашы жасалады. Үшінші, осы масса негізінде жаңа қағаз парақтары қалыптасады. Аппараттың ішіндегі арай платформа массаны біркеледі тартарып, жаңа қағаз парақтарына қажетті пішін мен өлшем береді. Төртінші, одан кейін ылғал қағаз парақтары келтіру кезінен өтеді. Аппаратта ауа айналымы мен жылтыру жүйесі қарастырылған, ол қағазды тез келтіруге мүмкіндік береді. Содан соң парақтар тегіс әрі бері құрылымға ие болу үшін перестелді. Бұл оларды қамдығы қағаз парақтарына ұқсас етеді. Және дайын өнім келтіру мен пресуден кейін жаңа қағаз парақтарды қолдануға дайын болады. Менің жобамның негізгі мақсаты бұл қағазды қайта өңдеуді насихаттау және қағаз қалдықтарының көлемін азайту. Мен әр адам қағазды қайта өңдеудің маңызды түсініп, табиғатты сақтауға өз үлесін қосудың қаншалықты оңай екенін ұқса деймін. Біздің міндетіміз қоғамға экологиялық ойлаудың маңызын жеткізу және қайта өңдеудің әр адам үшін қолжетімді екенін көрсету. Репап жобасы қағаз қалдықтарының
айзатымен қатар ормандарды сақтауға, энергия мен суды тұтынуды айзатуға да ықпал етеді. Қорытындылай келе, табиғатты қорғау болашақ ұрпақ алдындағы жауапкершілігіміз деп айтқым келеді. Репап жобасы бұл таза болашаққа жасалған қадам. Және біз қағазды қайта өңдеусі процестің маңызды бөлігі бола алатынына сенеміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.